Фильм Джексонды өте қатыгез қырынан таныстыруынан басталады. Ол бір миссиямен жүрген адам еді. Джексон лас сасық спортзалға кіріп, штанга көтеріп жатқан дәу таз жігітке тура беттейді. Джексон сабырлы төмен дауыспен оған өзін кеше ғана мазалаған әйел жібергенін айтады. Бұл жігітке толы ақымақ жігіт оны мазақтап күліп төбелеске шақырды. Бірақ бір сәттен кейін ақ күлкісі тамағына тығылды. Джексонның қатыгез шеберлігі көзге ұрып тұрды. Төбелес көзді ашып жұмғанша бітті де таз жігіт еденге бүктетіліп жатты. Джексон оған еңкейіп суық үнімен клиентіме тағы да бір рет қол тигізсең, сені тірі қалдырмаймын дейді де, оны азабымен жалғыз қалдырып кетіп қалады. Белгілі болғандай Джексон бұрынғы полиция екен, бірақ қатал әдістер үшін қызметтен қуылған. Қазір ол көлеңкеде жұмыс істейтін жеке детектив болып күнелтеді. Осыдан кейін көрініс дыбыс жазу студиясына ауысады. Танымал R&B әншісі Джиари жазба жасай алмай қиналып жүр. Көңілі күпті, ойы шаңыраңқы, ырғағын үнемі өткізіп алады. Продюсердің көмекшісі оны ұрсып, басыңды жинап алған кезде ертең кел деп қуып жібереді. Көңілі түсіп кеткен Джиари студиядан шығып көлігіне беттейді. Алдыңғы орындыққа отыра сала бір түрлі нәрсе сезеді. Жүргізушісі жоқ. Ал жүргізуші орнында бөтен бір отыр. Әрі оның үйіне апарғысы келмейтіні анық еді. Джиари басына үлкен бәле төнгенін сол сәтте түсінді. Ұрлаушы көлікті зыр еткізіп айдап кетеді де, Джиаридің еркіндігі сол жерде аяқталды. Сол түні фильм қайтадан Джексонға оралады. Ол у-шу айғай-шуға толы түнгі клубта жүр. Бірақ ол жерге көңіл көтеруге келген жоқ. Ол аса бір беделі адамды іздеп жүр. Ақыры оны күмәнді естірткі мәмілесінің ортасында лас әжетханада тауып алады. Ашуға булыққан Джексон бауырында сатушыны да оңдырмай сабайды. Өзін мықтымын деп ойлаған сатушы Джексонға қарсы шығады, бірақ қақтығыс бірнеше секундтақ аяқталады. Джексон оны жерге сулатып түсірді. Клубтағы мәселесін шешкен соң Джексон клиенті Джинамен тыныш кешкі асқа барады. Ол оған спортзалдағы жағдайды айтып, өзін мазалаған адамды орнына қойғанын жеткізеді. Сол сәтте Джина оны түнді бірге өткізуге шақырады. Әрі-бері күткендей аяқталады. Келесі күні таңертең Джина жұмысқа кеткен соң Джексон үйде жалғыз қалады. Тыныштықты есіктен келген екі адам бұзады. Олар оған қару кезеп сабаймыз деп ойлаған, бірақ қатты қателесті. Джексон қорқатын адам емес еді. Ол сабыр сақтап көзді ашып жұмғанша екеуінің де қаруын тартып алып үн-түнсіз жерге құлатады. Олар оны бағаламағандардың ұзын тізіміндегі тағы да екі дене ғана болды. Түстен кейін Джексон әлдеқайда қанды емес, бірақ маңызды кездесуге барады. Ол музыка продюсері Барнстан қарызды өндіріп алу үшін студияға келеді. Барнс сән салтанатпен өмір сүріп жүрген адам болатын. Джексон оған өзін ұру үшін екі бұзақты жібергенін біліп тұрғанын айтады. Бірақ Барнс сабырлы қалпын сақтап, оларды Джексонның назарын аударту үшін ғана жібергенін, енді оны бір адамды табу үшін жалдамақ екенін айтады. Ол адам Джиари. Джексон бұл жұмысқа $50,000 сұрайды. Барнс алдын ала төлем береді. Джексон кетер алдында Барнстың көмекшісі Лонниден қожайыны туралы қандай да бір мәлімет беруді сұрайды. Өйткені Барнстың Джиари туралы шындықты айтып тұрғанына сенбейді. Джексон кеткеннен кейін Барнсқа азиялық мафияның беделді басшысы Джесси атты әйелден суық хабарлама келеді. Белгілі болғандай Барнстың мафияға қарызы бар екен. Джесси сабырлы үнімен сен Джиариді кепіл ретінде бергенімен қарызың толық өтілген жоқ дейді. Осылайша Барнстың үлкен проблемаға батқан адам екені ашылады. Ол мафияға орасан көп қарыз болып, соның аз ғана бөлігін жабу үшін Джиариді ұрлатып, адам саудасына өткізуге келіскен. Осы уақытта қаланың басқа бір бөлігінде Джексонға бұрынғы полиция бастығы жолығады. Ол Джексонға сенетін адам еді. Бастық одан Джессиді құлатуға көмектесуін сұрайды. Джесси Барнсты қорқытып жүрген сол мафия басшысы. Есірткі мен адам саудасына негізделген қылмыстық империяны басқаратын қатыгез адам. Полиция оны жылдар бойы ұстай алмай келеді. Ол із-түссіз жоғалып кететін елес секілді. Бастық тек Джексонның қатал ымырасыз әдістері ғана оны тоқтата алады деп сенеді. Джексон бірден келіспейді. Бұл іске араласу қантөгіске әкелетінін біледі. Әрі ол өмірге қайта оралғысы келмейді. Ойлануға рұқсат сұрайды. 2 сағаттан соң Джексон Мани деген адаммен кездеседі. Бұл жігіт қатты күйзелген екен. Белгілі болғандай Джексон іздеуі тиіс Джиари Манидің сүйіктісі болып шығады. Джексон оның ұрланғанына күмәнданбайды. Маниден қоңырау шалуды сұрайды. Джиари телефон көтермейді.
Екеуі оның үйіне барып, расымен де Джиаридің жоқ екенін көреді. Мани Джексоннан көмектесуін сұрайды. Ал Джексон бірдеңе күмәнді екенін сезсе де келіседі. Кешке Джексон Барнс ұйымдастырған шараға барады. Сол жерде ол Джессимен бірге жұмыс істейтін Джинаны кездестіреді және мафия басшысы Джессидің өзін де көреді. Ертеңіне таңертең Джейсон мен Джина серуендеге шықпақ болып, қонақ үй менеджерімен амандасып тұрған сәтте мотоцикл мінген екі адам шабуыл жасайды. Бұл нағыз тосын шабуыл еді. Джексон дер кезінде жалтар үлгереді. Бірақ Джинаның қолына уақыт еді. Ол шабуылдаушылардың бірін теуіп, дулығасын жұлып алады да, оның азиялық жігіт екенін көреді. Алайда екінші мотоциклшы оны сүйреп әкетіп үлгереді. Джексон Джинаны ауруханаға жеткізеді. Жарасы өміріне қауіпті емес еді. Сосын Маниге қоңырау шалып, шабуыл туралы айтады. Бұл шабуылдың не үшін жасалғанын түсінбейтінін, бәрі күтпеген жағдай болғанын жеткізеді. Джексонға жауап керек болды. Ол Маниден бұл жігіттерді қайдан табуға болатынын сұрайды. Қаланың қараңғы жағын жақсы білетін Мани олардың нақты қайда екенін білмейтінін, бірақ бір клубта жиі жүретінін айтады. Осы ақпарат Джексонға жеткілікті еді. Ол кек алуға бел буды және мақсатына жетпейінше тоқтамайтын. Ол Маниден Джинаны қарап отыруын өтініп, өзі сол ақымақтарымен есеп айырысуға кетеді. Клубқа келгенде Джексон бірден іске көшеді. Қолдағы дулығаны көрсетіп, бір топ еркекке «Мынау кімнің дулығасы? Маған шабуыл жасаған кім?» деп сабырмен сұрайды. Олар оны жалғызсырап қалған біреу деп ойлап күліп жібереді. Бірақ бұл олардың қателгеді. Ер адамдар жабылып шабуылдайды. Ал Джексон кәсіби жауынгердей жылдам қимылдап, оларды бірден соң бірден жайратады. Бүкіл топ жайратқан соң Джексон ең соңында тірі қалған, ауырсынғаннан ыңырсыған жатқан адамға қайта оралады. Ол іздеп жүрген адам туралы тағы да сұрайды. Өлгісі келмеген әлгі жігіт бірден бәрін айтып береді. Бірақ ол Джексон мен Джинаға жасалған шабуылды музыка продюсері Барнс бұйырмағанын да айтты. Осы жаңа мәліметті естіген Джексон клубтан атып шығып, бірден Барнстың дыбыс жазу студиясына бет алады. Ол бір ғана мақсатқа берілген адам еді және шындықты білмейінше тоқтамайды. Ол Барнсты тауып алып, тапаншасын басына тіреп, шабуылды неге ұйымдастырғанын талап етеді. Қорқақ Барнс өмірін сақтап қалу үшін жалбарына бастайды. Тапаншаны түсірсе, бәрін айтып беруге уәде етті. Барнс бәрін мойындайды. Ол Джесси деген мафия басшысына таудай қарыз болған соң, оны ешқашан қайтара алмайтын түсінген. Амалы таусылған сәтте Манидің қызы Джиариді кепіл ретінде Джессиге алдын ала төлем ретінде беріп жіберген. Ол Мани Джексоннан көмек сұрайтынын білген. Сондықтан Джексон Маниге көмектеспесін деп Джессидің екі адамын жалдап, оған шабуыл жасатқан. Ол Джексонды өлтірмек болмағанын, тек жолынан алып тастағысы келген айтады. Мұның бәрін естіген Джексон Барнстың ар ұятының жоқтығына жиіркенеді. Ол Джессиді штаб пәтері қайда екенін сұрап біледі де, егер Барнс тағы да алдынан шықса, тірі қалдырмайтынын ескертеді. Сосын ауруханаға барып Джинаны көреді. Ол Джинаға бір шаруасын бітіріп келгенін айтады, бірақ шындықты айтпайды. Джина не болып жатқан сұрағанда да Джексон үндемей, қайтып келген соң бәрін айтатынына уәде етеді. Содан кейін Джексон Маниге барып болғанның бәрін айтып береді. Джиари қазір Джессидің қолында екенін және олар оны қайтарып алатынын жеткізеді. Джексон Маниге дайындалуын айтады, өйткені бүгін түн соңғы түн еді. Келесі көріністе қатыгез мафия басшысы Джессидің Барнсты азаптап жатқан көреміз. Ол ашулы еді. Барнс қарызын өтеу үшін енді басқа әйелдерді сатудан бас тартқан. Джесси оған сұмдық шарт қойды. 2 күннің ішінде қарызын төлейсің, немесе адам саудасы үшін тағы да әйелдер табасың. Таңдау өз өмірің бе, әлде өзгенің өмірі ме? Бірнеше сағаттан кейін Джексон мен Мани Джессидің штаб пәтерінің маңына келеді. Ол мықтап күзетілетін қамал секілді еді. Бірақ олардың жоспары болатын. Олар ғимараттың төбесінен көру керек еді. Сол уақытта полиция бастығы мен оның адамдары қызмет көрсетуші техниктердің кейпіне еніп, ғимаратқа кіріп бара жатты. Бастықтың бүркемеленуі әрі тапқыр, әрі күлкілі еді. Күзетшілер ештеңеден күмәнданбай оларды кіргізіп жібереді. Ішке кірген соң бастық рация арқылы Джексонға хабарласып, бәрі ойдағыдай өткенін айтады. Белгілі болғандай, Джексон бұрынғы бастығынан көмек сұраған. Ал ол Джексонның әдістеріне сеніп, келісімін берген. Жоспар іске қосылды, бірақ бәрі тез арада ушығып кеткен еді. Сол уақытта ғимараттың басқа бөлігінде Джиари күзетшілердің бірін аңдып, әжетханаға тығылып үлгереді. Джексон мен Мани екіге бөлінеді. Джексон Джессиді іздеуге,
Ал Мани Джиариді табуға кетеді. Бір күзетші Маниді байқап қалып, оған тапанша кесейді. Мұны көрген полиция бастығы газ құбырын жарып, әдейі дүрбелең жасайды. Ал Джексон іздердің ізімен жүріп отырып, әжетханадан жасырынған Джиариді табады. Ол оған сонда қалуын өзі қайта келетін айтады. Мани газ құбыры жалғыз шығу жол екенін түсініп, күзетшіге берілгендей болады. Ол соңғы темекі шегуге рұқсат сұрайды. Ақымақ күзетші темекі беріп, Мани жанып тұрған темекіні газ құбырына лақтырады. Ғимарат отқа оранып, дабыл қағылады. Айнала астан кестен болады. Джексон Джессидің оң қолдарымен бетпе-бет келеді. Ол кәсіби жауынгер болса да, саны көп қарсыластарға жалғыз өзі қарсы тұрды. Айқас өте қатал өтті. Ақыры Джексонды атып түсіреді. Оң қолы Джексонды өлдім деп ойлайды. Серігімен бірге қашып кетеді. Сол кезде ғимарат жарылуға аз қалғанда, полиция бастығының тобы Маниді алып, аман-есен шығып үлгереді. Ғимарат жарыла сәтте керемет жағдай болады. Джексон орнынан тұрады. Оқ өмірлік маңызды жеріне тимеген екен. Ол жаралы болса да, әлі де сапта еді. Ол қайтадан әжетханаға жүгіріп барып, Джиариді алып шығып, ғимарат отқа оранған сәтте әрең қашып құтылады. Алыстан Джесси өз қамалының күл-талқан болған көріп, кек алуға ант етеді. Көзінде суық өшпенділік оты жанды. Бірнеше сағаттан кейін Джексон мен Джиари ауруханада болады. Мани жүгіріп келіп, Джиариді құшақтап, оның аман қалғанына қуанады. Джиари Джексонға алғысын айтады, бірақ ол басын шайқап, мен емес, Маниге рахмет айт, сені табуға оның махаббаты себеп болды дейді. Содан кейін Джиари үйіне қайтады. Джексон мен Мани Джинаны көруге ауруханаға барады. Бірақ оның палатасы бос болып шығады. Джексонның жүрегі су ете қалады. Ол тіркеу бөліміне жүгіріп барып, Джинаның шығып кеткен-кетпеген сұрайды. Медбике оның 1 сағат бұрын кеткен айтады. Джексон ең жаман нәрсені сезді. Джесси оған бірдеңе істеген болуы мүмкін. Олар көлікке отырып асыға жолға шығады. Сол сәтте Джексонға бейтаныс нөмірден қоңырау келеді. Тұтқаны көтерсе, Лоннидің үстеліндегі телефоннан қоңырау шалып тұрған Джина екен. Ол кетіп бара жатқанын айтпаған үшін кешірім сұрап, Джессимен кездесуге бара жатқан айтады. Джексон қайда екенін сұрағанда, Джина Барнстың студиясында екенін жеткізеді. Сол сәтте Джексонның қорқынышы суық ашуға айналды. Ол Джинаға ол жерден тез кетуін және азиялықтарға ұқсайтын кез келген адамнан аулақ болуын ескертеді. Бұл Джессидің соңғы қадамы екенін сезді. Джина телефонда тұрған сәтте-ақ тозақ басталды. Джессидің бұзақылар келіп, Джина мен Лонниді ұрлауға дайын тұрды. Джина жағдайды ишарамен білдіреді. Джексон оған тығылуды айтып, өзімен баспалдақпен қашып кетуге тырысады. Джексон мен Мани жеткенде камера арқылы бәрін бақылап отырған Джесси барлық жаңа адамдарын оларға қарсы жібереді. Нағыз қырғын басталады. Бірақ Джексон мен Мани оңайлықпен берілетіндер емес. Олар бүкіл топты жайратып, екке бөлінеді. Джексон Джинаны құтқаруға кетеді, ал Мани Джессидің қалған адамдармен шайқасады. Мани Барнстың кабинетіне кіріп, Джессидің оны өлтіріп кеткенін көреді. Ол орындықта жансыз отырған еді. Ал Джексон шатырға жетіп, Джессидің екі оң қолмен бетпе-бет шығады. Бұл үшеуінің өмір мен өлім арасындағы соңғы шайқас еді. Джексон шеберлігін көрсетіп, екеуін де жеңеді. Сол кезде Джесси өзі шығып, мысқылдап Джексонға ғимараттың шетін қарауды бұйырады. Лонни байлаулы тұр, құлап кетуге шақ қалыпты. Джесси салқын қанды түрде бұл оның империясын қиратқанын үшін кегіген айтады. Біреудің өмірін құтқару үшін бәріне дайын болған Джесси Лонниге қарай ұмтылады. Бірақ Джесси арқанды кесіп жібереді. Джексон соңғы үмітпен ұстап қалуға мәжбүр болады. Барлығы бітті дегенде көрінеді. Бірақ сол сәтте Джина келіп қалады. Қуатты су шлангымен Джессиді атып қалғанда, ол ғимараттан төмен құлап қаза табады. Сонда Джексон үйіне оралып, Маниге көмегі үшін алғыс айтады. Мани Джексонға Джиариді құтқарған үшін рахмет айтып, екеуі қайтадан аман қалған бауырлардай құшақтасады.